Ассалаумағалейкум көліксер қауым. 14 шілде күні бүгін жексенбі күні автобазарға келіп отырған жайымыз бар. Hyundai Palisade 2019 жылғы 308 налам 18 миллион сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі салоны мынандай кожадан. Артқын жағында орындықтар бар екен. 7 орындық десе болады. Алдыңғы жағынан көрейік. Бәрі бар екен. Дисплей, батырмалар бәрі бар. Жақсы. Мерс деп ауыратын жігіттерге міне Мерсті түсіріп кетейін. Мерс 2012 жылғы 505 AMG 5C5 объем автомат 13 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Дөңгелектің бәрін өлтіріпті. Әдемі. Артқы жағындағы көрінісі. Салоны мынандай, жағы орындықтары кожа, әдемі, таза. Үстін көріз ба? Үстінде 2 люк бар. Панорамалық шатыр деп айтса болады. Алдыңғы жағы орындықтары. Қазір алдың жағынан түсіреміз. Міне. Ішкі жағы панельдері қандай. Әдемі, таза, бәрі жақсы. Toyota Camry 75 19 жылғы 2.5 автомат 11 миллион 500 сұрап жатыр. Бізде бәрі бар деп тұр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Артқы жағынағы көрінісі. Бүгін жексенбі күні автокөлік базарында ерекше тыныш. Ешқандай ажиотаж, кипіш жоқ. Халықта аз. Оған қоса автокөліктерде азайып қалған. Hyundai көріп жіберейік. Hyundai бізде 2022 жылғы 2.5 автомат 15 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрсін қарайық. Сызылмаған, мұжылмаған, бәрі нормально. Чайнаның Вайлинг деген көліктері келіп қапты. Мына кісілер сатып отырса керек осы көлікті. Чайнаның көлігін көріп қайтайық. Вайлинг Starlight дейді. Бензин, электричествомен жүреді дейді. 1.5 объем. Бағасын жазып алған ғой.
Сколько просите? Мен сөйлеспеймін дейді. Сколько просите деді, қашып кетті. Жарайды. Оған да көнеміз. Мына көлікте қанша дейді. Бағасын жазып алған. Мен өзім ойлаймын, көлікті сататын адам бағасын жазып, бәрін рет-ретімен жазып қойса, ыңғайлы болады ғой. Сіздердің ойларыңыз қандай? Пікіріңізбен бөліссеңіз, комментарияға лайк басып, жазып, подписка жасап кетіңіздер. Сол жерден ойыңызбен пікіріңізді жазып кетсеңіз болады. Camry 20-ка 97 жылғы 2.2 автомат 3 миллион 900 сұрап жатыр. Келісім бар деп жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі осындай. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі салоны таза, жақсы. Toyota RAV4 97 жылғы 2 объем автомат 4 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрініс жақсы. Ішкі салон көріп жіберейік. Салоны осындай. Таза. Арт жағы да таза. Volkswagen Passat 08 регион 92 жылғы 1.8 моно механика 5 ступка 2 миллион 200 сұрап жатыр. Бұл универсал бізде Passat. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрініс жақсы. Іші таза сияқты. Volkswagen Golf 93 жылғы 1.8 автомат 2 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы шанағы жағдайы жақсы деп айтса болады. Артқы жағындағы көрініс көріп жіберейік. Ішкі салон осындай. Таза. Бәрі жылтырлап тұр. Артқы жағы да осындай таза. Chevrolet Spark 2018 жылғы автомат, объемы 1, 4 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрінісі сызылмаған, ұрылмаған, шірік жоқ. Бәрі жақсы. Toyota Camry 25 2001 жылғы 2.2 механика американец 3 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрініс осындай. Audi 80 B4 универсал 95-96 жылғы 2 объем механика 2 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы кузовын жағдайы жақсы. Сарылмаған, мыжылмаған, шірік жоқ. Ішкі жағы мынандай таза көрініп тұр.
арт жағы таза, жақсы. Это керек машина. Audi C4 Audi 100 94 жылғы 2 объем механика 3 миллион 500 сұрап жатыр бұл кісілер. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы сақталған, зазорлары бәрі орында. Бәрі орында, сызылмаған, мыжылмаған, шірік жоқ. Жақсы күтіп айдаған, қараған немесе жасаған. Фарлар бәрі орнында. Адам дейтін кісілер болса, осы номері бар. Қарап көрсеңіздер болады. Ішкі салон көріп жіберейік. Ішкі салон бәрі таза. Шатырында люгі бар. Mitsubishi Galant. Капотының астында тап-таза бәрі. Бағасын көріп жіберейік. 93 жылғы 2 объем автомат 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағынан қарап жіберейік, көрініс. Шірік жоқ, мыжылмаған, жақсы бар. Мерседес ұнататын жандарға Мерседес жіберейік. 98 жылға 28 автомат 4 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Және мынандай тағы Мерседес бар. Бұл парик. 97 жылғы 203 автомат 3 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Салон көріп жіберейік. Салон бәрі жақсы. Golf 3 97 жылғы 1.8 1 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы орташа десе болады. Дискіні өлтіріпті. BBS. BMW тройка 94 жылғы коробка автомат 2 миллион 400 сұрап жатыр. 1.8 объем. Саудасы бар. Саудасы бар дейді жігіттер. Жас болғар ғой. Иә. Салон бәрі жақсы. Мені. Алейкум ассалам. Іші бәрі жақсы. Состояниесі қалай жиги? Состояние стор, уважение не требует. Бәрі жақсы. Алған адамдарға зимняя резина подарка. Мені. Так что жігіттер мені номері бар, хабарласыңыздар. Все жақсы болсын. Артқы жағынан мынандай. Мынау бізде Mazda. 89 жылғы 2 объем механика 1 миллион 500 сұрап жатыр. Келісім бар дейді. Сыртқы шанағын жағдайы орташа десе болады. Дискілері титанка. Ішкі салоны. Артқы жағы.
Жаман емес, жақсы. Құрметті көрермендер, құр отырмай саусақты жыбырлатып қойайық. Ол дегеніміз лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Сіздерге түк тұрмайды ол, а маған ол көңіл сыйлайды. Nissan Zafira 97 жылғы 2.5 автомат 3.100.000 сұрап жатыр. Және де лайк, комментарий жазғаныңыз каналдың дамуына үлесіңізді қосқаныңыз болар. Қазақша контентін қолдап кетейік. Лево Nexia. Бағасы жоқ екен. Жарайды. Мынадай Nexia'ның да бағасы жоқ екен. $1.600.000 сұрап жатыр. 2012 жылғы Leo Nexia. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы десе болады. Базарында мынандай мотоциклдер кездесе бермейді. Бұны да көре кетейік. Suzuki дейді, 2008 жылғы 750 куб механика деп тұр. 3.300.000 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Енді бұл мотоцикл ұнататын, жақсы көретіндерге арнап түсіре салған себебім бар. Көріп отырсаңдар болады осындай. Қаланың ішінде мынандай Lexus хэтчбек кездесе бермейді. Базардың ішінде тем более кездеспейді. Сыртқы жағдайы жақсы Lexus'тың. Бағасын жазбаған екен.